көжегім. Қарға мен түлкі ертегісі. Бір күні аш түлкі тамақ іздеп келе жатып, бір ағаштың басында отырған қарғаны көреді. Қарғаның тұмсығында бір үлкен ірімшік бар екен. Түлкі қулығын асырып, қарғаның көңілін табу үшін оған жылы сөздер айта бастайды. Қарға, қарға, сен неткен көріктісің, сенің әдемі қанаттарың күндей жарқырайды. Егер даусың да сондай әдемі болса, сен орманның ең керемет құсы болар едің. Мақтанғанды жақсы көретін қарға түлкінің сөзіне сеніп қалады. Ол өзінің дауысын көрсету үшін тұмсығын аша бергенде ірімшік жерге түсіп кетеді. Түлкі дереу жүгіріп барып ірімшікті алып қояды да қарқылдап күледі. Қарға, қарға, ақылсыздық кейде қымбатқа түседі. Сен мен алдауыма түстің, енді кеш болды. Осылайша түлкі өзінің айласымен қарғаның тамағын алып қашып кетеді. Ал қарға болса ақымақтығына өкінеді.